өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі шымыр келсін айналасы. Өтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл халықтың сөз танымас бір парасы. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, қолға отырсаң қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақта ала алмас. Қиналма бекер тілмен жат, орынсыз құлап, ойғалақ. Сеғызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақын жалға міндейді, ол арсыздық белгісі. Ұятсынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі. Өлсе өлер, табиғат адам өлмес. Ол бірақ ойнап күліп қайтып келмес. Менікінің айырылғанын өлді деп кей адам дүниеге бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландар, өлмейді, сөз қалдырған. Жүрек тегіс қызықпен арасындас, сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас, достық, қастық, бар қызық жүрексі, ар-ұяттың баяқыл қызықшысы. Деген нәрсені ұмытпастыққа көп себеп бар. Ең әуелі көкірегі байлауға берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, не көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ұғыну керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше рет қайталап, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден аулақ болу керек. Егер кезігіп қалса салынбау керек. Ой кеселдері уайымшыл, салғырттық, ойыншыл, күлкішілдік. Я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Осы төрт нәрсе күллі ғылым мен ақылды тоздыратын нәрселер. Жастықтың оты қайдасын, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай, адамның тауып айласын, кісілікті ойламай, қаруын көңіл сайласын, қолға от түспес ойламай. Сен бе жұртқа, дұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне толық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағым қуған бойыңа еппе. Күйесің жүрек, күйесің, күйгеніңнен не пайда? Дүниені көңілім сүйерсің, өмір қайда, дос қайда, досты қайдан табарсың? Кеңесерге адам жоқ, әрлі берлі шабарсың, жалғыздықтан жаман жоқ. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі майбу, енде көртің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, Құдайдан ғана бұзылды сарт шаш сыртың. Ұқпайсың өзге сөзден өз сөзіңді, аузымен орақ орған өңшек қыртың. Әуелде бір суырмыз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық, талапты, шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарместі жақсы демек. Мұнайлы ауданы нөмірі 9-шы жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестігі Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған эстафетамызды мектеп әкімшілігіне жолдаймыз.